достар, қазір мен сіздерге мына төменде тұрған 12.12 санын түсіндіретін боламын. Ең алдымен сол 12.12 санын үстін басамын. Маған басқанда осындай купондар ашылды және астындағы мына оранжевый кнопканы басам. Қарап тұрсаңыздар, экранда 10, 40, 60, 90 юандар шығып тұр, және астындағы сандарды айтатын боламын. Мәселен, бірінші 10 юан және астындағы 100 саны тұр. Яғни мен 100 юанға зат алатын болсам, маған 10 юан скидка болады. Қасындағы дәл солай 40, яғни 200 юанға зат алатын болсам, маған 40 юан скидка болады. Қасындағы 500 юанға зат алатын болсам, 60 юан скидка болады. Және дәл соның жанындағы 700 юанға зат алсам, 90 юан маған скидка болады. Мен сіздерге мысал ретінде мына 100 юан алсам, 10 юан қалай скидка болатынын түсіндірейін. Ол үшін мына астына қызыл батырманы басам. Мен енді осы заттарды 100 юанға толтыруым керек. Себебі 10 юан скидка болу үшін. Мынау жоғарыда тұрған ерлердің аяқ киімінің астында корзинка тұр, соны басам. Маған басқанда осындай страница ашылды. Мына жерде мен размерін таңдаймын. Мысал ретінде мен жолдасым размері 40 размер, бірақ көбінесе осы аяқ киім маломерка болып келеді. Сол үшін де бір размер үлкен таңдауым керек. Қарап тұрсаңыздар, мына жерде мына аяқ киімнің негізгі бағасы 358 юан, және маған астында минус 10 юан деп тұр. Сонда маған мына аяқ киім 348 юанға түсіп тұр. Басқа да киімді көрейін. Мынаны минус жасайын. Мына рубашканы алайын. Мына рубашканы алу үшін мен жанындағы картинкаға кірем. Кіргенде мына жерде мен рубашканың түсін және төменде размерін таңдаймын. М размерін таңдай берейін. Тағы да мынау шарфты таңдайын. Мына жерде астындағы 270 сантиметр бұл осы шарфтың өлшемі. Осы қара шарф таңдап, астындағы кнопканы басам. Мынау детский планшет таңдайын. Картинканы басып таңдадым. Мынау двойканы таңдайын, мужской, спортивный двойка. Түсін және размерін таңдайын. И мынау тағы да көйлекті таңдайын. Так, 88 юан болды. Енді мына астындағы 18 юанмен тұрған двойканы таңдайын. Так, мен астында тағы да бір кішкене толтырайын 100 юанға. Так, жетпей тұр екен мынау 100 юанға. Енді мен осыған кірем. Кірген кезде мынау заттардың барлығы 119,82 юан болып тұр, және астындағы минус 3,14, тағы да 10 юан скидка болып тұр. Сондағы общий скидка суммасы 13,14 юан екен. Енді маған 119,82 юан 106,68 юанға түсті. Примерно мынаның бағасы бір 6,5 немесе 7 теңгеге таяу. Сіздерге түсінікті деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, алдағы уақытта көптеген мәліметтермен бөлісетін боламын.